Құрмет көрермен, біз бүгін шағын аудандарда орналасқан жолды бөгейтін тас бөгеттер туралы сөз қозғамақпыз. Қалада тас блоктардың қойылуы жиі кездесетін мәселеге айналып отыр. Бұл өз кезегінде көлік қозғалысын шектеп қана қоймай, тұрғындардың қауіпсіздігіне де айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Енді ол мәселені қалай шешуге болады, қандай шараларды қолға алу керек, оған қатысты ұсыныстар мен пікірлерді бірге тыңдайтын боламыз. Потому что должна пожарная проехать и скорая проехать. А если эти бордюры стоят, что-то случилось в доме, ни пожарная, ни скорая сюда не попадет. Ана блок тұрмай, не жүрді кішкентай балдарды машина қақып кетеді. Поэтому вынужден ставить такой блочок. Он, конечно, не надо, но жизнь заставляет. Өрт сөндіру автокөліктерінің кедергісіз өтуі өте маңызды, өйткені адам өміріне құтқару үшін әрбір секунд маңызды болып есептелінеді. Сол себептен кез келген жолдың ашық болғаны дұрыс деп есептейміз. Дегенмен өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптардың техникалық регламентіне сәйкес 28 метрге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үйлердің бір жағынан ашық болса жеткілікті болып саналады. 28 метрден жоғары көп пәтерлі тұрғын үйлерде екі жағынан да өту жолдары ашық болуы міндетті.